тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды Батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын қазақ радиоларының басшысы Құрманбек Жұмағалидің отбасынан алып, белгілі айтыскер ақын Серікзат Дүйсенғазин және әнші жыршы Ерболат Шалдыбек пен Оралхан Алтынбековтің отбасыларына жолдаймыз. Әулиеге ат қойып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше қабырғасы майысқан. 50-ге жасы келгенде, көзімді ашпай дүниеден, өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан. Бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. 6 жасқа келгенде, арыстан туған Қобыланды қазынадан қамқа киеді. Өзіңнің еншің болсын деп, тобылғы менді торатты, енші қылып мінеді. Қобыландының тілегін бүкіл қыпшақ тіледі.